Астана Евразиялық кеңістіктің ғылыми, мәдени және іскерлік орталығына айналды. Елордада өтіп жатқан ғылыми тәжірибелік конференция қатысушылары осындай пікір білдірді. Астана бейбітшілік қаласы шарасына әлемнің сақа саясаткерлері қатысуда. Мәселен, Италияның бұрынғы сыртқы істер министрі Франко Фраттини басқала жаһандық деңгейдегі өзекті мәселелерді шешуге қабілетті екенін атап өтті. Әсіресе Сирия дағдарысын реттеуге Астана процесінің маңызы зор. Және бұл дәлел уақытында жасалған қадам екен тілге тиек етті. Сондай-ақ жиында Ислам ынтымақтастық ұйымының бұрынғы бас хатшысы, Шанхай ынтымақтастық ұйымының бұрынғы бас хатшылары қатысты. Олар 3 панельдік пікірталас сессиясында сөз сөйлейді. Жалпы сарапшылар бас қаланың болашақта қаржы, сауда және көлік инновациялық хаб ретіндегі дамуы тиіс деп ойлайды. Астананың әлі табылмаған және пайдаланбаған басқа да мүмкіндіктерін іздесуге тырысамыз. Ол үшін арамызда, елордамызда өткен көптеген халықаралық келіссөздердің мен күрделі процестерге белсенді атсалысқан саясаткерлер, сарапшылар, халықаралық ұйымдар өкілдері қатысып отыр. Астана тәуелсіз Қазақстанның қарқынды дамуы мен күш-қуатының символы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жасампаз еңбегінің жемісі. Небәрі 20 жылда Сарыарқаның даласына көркемен көз арбайтын әсем қала салынды. Ол аз ғана мерзім ішінде Еуразияның саяси, экономикалық, мәдени орталығы болды. Барша адамзаттың мәселелерін талқылайтын жаһандық диалог алаңына айналды.